Все, басталды. Саламатсыздар ма? Аты жөнім Бозбанов Әлжан Баянұлы. Мен Қамыстыбас ауылдық округінің статист маманы қызметін атқарамын. Өзімді қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде ұсынамын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Арал ауданы ветеринариялық станциясы ШЖХ КМК 2 санаттағы объектілер үшін экологиялық рұқсат алу бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдау өткізудеміз. Қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі қоғамдық тыңдауда жүргізілетін Қазақстан Республикасы экологиялық және геологиялық және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2021 жылғы 3 тамыздағы нөмір 286 бұйрығына сәйкес өткізіледі. Ашық жиналыс нысанындағы қоғамдық тыңдаудың регламентімен таныстырайын. Бұл регламент бойынша осы Қамыстыбас ауылдық округі Арал ауданы бойынша Қамыстыбас 200-ші үйде өтеді. Сағат 10-да басталып 11-ге шейін аяқталады. Бірінші 9-дан 9:55-тен 10:00-ге шейін қатысушылар тізімі анықталады. Содан кейін 10-нан 5 кеткенде және 10-нан 10 кеткенде қоғамдық тыңдаудың кіріспе сөзі басталады. Оны мен таныстырамын. Ал 10-нан 10 кеткен және 10-нан 15 кеткенде қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен қатысшысын сайлаймыз. 10-нан 15 және 10-нан 10:30 шамасында баяндама анықталады. Содан кейін 10-нан 30 кеткенде және 10-нан 40 кеткенде сұрақ жауап ретінде, содан 10-нан 40-45 аралығында тыңдаудың қорытындысы анықталып, сұрақ жауап болады. Соны аяқтаймыз. Қоғамдық тыңдаудың қатысына өзін ұсынуға сөз беремін. Қоғамдық тыңдаудың қатысушысы ретінде өзімді ұсынамын. Есімім Құлтаев Төрехан Досмұратұлы, ТО Талдырыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инженер-эколог маманы болып табыламын. Егер ешкімде қарсылық болмаса, бір қолдарыңызды көтерулеріңізді сұраймын. Ешкімде қарсылық жоқ па? Бәрі бір ауыздан. Тыңдауды ашық деп жариялаймын. Ары қарай қоғамдық тыңдаудың регламентіне сай жоспармен тыңдауды өткізейік. Яғни баяндамашыға сөз беремін. Саламатсыздар ма, құрметті ауыл тұрғындары. Сіздердің назарларыңызға 2026-2035 жылдарға арналған Арал аудандық ветеринариялық станциясы үшін 2 санатта объектілер үшін экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттамалар бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың негізі Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес қоғамдық тыңдауларды өткізу, яғни мемлекет экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Мемлекет экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес өткізіледі. Жаңа қоғамдық тыңдаудың бағдарламасын төраға таныстырып өтті. Осы қоғамдық тыңдауды өткізілгенге дейін жарияланған хабарламалар газетке, тақтайшаға, басқасына. Мынау негізгі осы объект туралы негізгі ақпарат, яғни объект 2 санатқа жатады. Қызмет туралы жаңа белгілі Арал ауданының аумағында орналасқан. Жобалық құжаттаманы әзірлеу себебі қолданыстағы экологиялық рұқсаттың қолдану мерзімінің аяқтауына байланысты жасалып отыр. Келесі схема көрсетілген. Енді 2026-2035 жылдарға Арал аудандық станциясы 2 санатта объектілер үшін экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттамалар тобына келесі жобалар жатады. Бірінші 2026-2035 жылдарға рұқсат етілген шығарындылардың нормативтерінің жобасы, 2026-2035 жылдарға қалдықтарды басқару бағдарламасы, 2026-2035 жылдарға өндірістік экологиялық бағдарламасы, 2026-2035 жылдарға қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Енді алаңдар бойынша барлығы түзде 26 ауа бассейні ластау көзі болып табылады. Олардың 80-і ұйымдастырылған. Атмосфераның ластауының негізгі көздері КР 1000 крематорлары, тұрмыстық жылыту пештері, бензогенераторлар, көмір сақтауға арналған қоймалар және күл сақтауға арналған контейнерлер болып табылады. Әзірленген нормативтерге сәйкес атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының
жалпы саны нормативтерге қол жеткізілген жылға, яғни 2026 жылға 26,23,95,66,75,67 тонна жылына құрайды. Оның ішінде қатты заттар 10,06,666,90,309 тонна жыл. Ал газ тәрізді және сұйық заттар 16,17,28,97,72,58 тонна жылына құрайды екен. Атмосфералық ластауының негізгі көздері, яғни тұрмыстық жылыту пештері номері 0131-ден бастап 0115-0117-ге дейінгі осы источниктердің барлығы жылыту пештері болып табылады. Қыс мезгілінде жылумен қамтамасыз ету үшін тұрмыстық жылыту пештері орнатылды. Көмірмен бұл пештердің барлығы көмірмен жұмыс жасайды. Көмірдің жылдық шығыны 240 тоннаны құрайды. Атмосфераға зиян заттар бөлінеді, яғни азот, көміртек оксидтері, биорганикалық шаң және күкірт диоксиді. Осы заттар атмосфералық ауаға бөлінеді. Шығарудың ұйымдастырылмаған көздері: көмір сақтауға арналған қоймалар нөмірі 6009-дан бастап 6119-ға дейін ұйымдастырылмаған, яғни неорганизованный источниктер болып табылады. Көмір сақтауға арналған қоймалар. Көмірді сақтау кезінде атмосфералық ауаға биорганикалық шаң бөлінеді. Шығарудың ұйымдастырылмаған көздері, яғни күл қож контейнерлері 6010-дан бастап 6120-ға дейін осы күл қож контейнерлері болып табылады. Енді өндірістік жобаларды айттық. Өндірістік экологиялық бақылау Қазақстан Республикасы экология кодексінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Бақылау мыналарды қамтиды: атмосфералық ауаға тастау заттардың шығарындылары, өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу, табиғатты қорғау талаптарын сақтау және тексерулер жүргізу, шығарындылар мониторингі 90-ына бір рет кезеңділікпен 80 ұйымдастырған көздердің аспап өлшемдерімен көзделген бақылау нәтижелері бойынша есептер рәсімделеді. Анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылданады және жол берілетін шығарындылар нормативтерінің сақталуы қамтамасыз етіледі. Енді 2026-2035 жылдарға арналған атмосфералық ауаға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі төмендегідей: яғни азот оксиді, азот диоксиді, күйе, күкірт диоксиді, көміртек оксиді, бензопирен, формальдегид, алкан, тоқтатылған бөлшектер құрамында кремний диоксиді бар органикалық заттар барлығы 26,23,95,66,76 тонна жылына атмосфералық ауаға осындай ластаушы заттар шығарылады. Қалдықтарды жинақтау лимиттері, яғни 2026-2035 жылдарға арналған қалдықтардың қандай түрлері бар? Олар: майланған шүберек 0,1 тонна, қатты тұрмыстық қалдықтар 13 тонна, пысықталған РСЛ 0,0054 тонна, медициналық қалдықтар 5 тонна, пайдаланылған майлар 0,8 тонна, пайдаланылған шиналар 0,8, қалдық аккумуляторлар 0,7, пайдаланған фильтрлар 0,04, күл қалдықтары мен қож 72,5 тонна, барлығы 90,74,94 тонна шығарылады. Осы қалдықтар түзіледі. Енді сумен жабдықтау және су бұру бойынша жобаланған жұмыстар ауданында су көздері жоқ. Ауыз су мен тұрмыстық қажеттіліктер үшін, техникалық және өртке қарсы мақсаттар үшін арнайы су жабдықтау құралдарымен әкелінетін бөтелкедегі сумен жүзеге асырылады. Яғни су көздері жоқ, арнайы немен әкелінетін су. Ағынды сулар арнайы ыдыстарға жіберіледі, жинақталуына қарай сорылады және шартқа сәйкес мердігер ұйым оны шығарып алып кетіп отырады. Жер үсті, жер асты суларына, жер бедеріне су ағызу жоспарланбайды. Енді 2026-2035 жылдары аралығында қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары: бірінші, атмосфералық ауаға мониторинг жүргізу, яғни 2026-2035 жылдары арналған өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы жыл сайын 90 сайын жүргізіліп отырады. Екінші, іргелес аумақты тазалау, яғни таза бейсенбі акцияларын өткізіп отыру. Үшінші, өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, есепке алу, кәдеге жарату, оларды мамандандырылған ұйымдарға уақытылы тапсыру, яғни қалдықтарды басқару бағдарламасына сәйкес.
Төртінші, қызметкерлерді экологиялық оқыту, қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша семинарларға қатыстыру, яғни мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында. Бесінші, санитарлық қорғау аймағына іргелес аумақты көгалдандыру және оны күтіп ұстау, яғни шектеуге рұқсат етілген концентрациялар талаптарын сақтау үшін көгалдандыру, оны күтіп ұстау жұмыстары тұрақты күнделікті түрде жүргізіліп отыруы керек. Бүгінгі қоғамдық тыңдау бойынша қысқаша баяндама осы. Ары қарай сұрақ жауап, сұрақтар болса осы жобаға қатысты. Сұрақтар бар ма? Сұрақтар Қандай сұрақ бар? Түсінікті ма бәрі? Аха. Табиғи ресурстар басқармасынан сұрақтар бар ма? Естіліп тұр ма? Естіліп? Иә, естіліп тұр, барлығы естіліп тұр. Сұрақ жоқ па? Онда сөз кезегін төрағаға береміз. қоғамдық тыңдау бойынша сұрақтарыңыз болмаса, басқа сұрақтарыңыз болмаса, егер қоғамдық тыңдауды аяғына жетті деп тәмамдаймыз. Тыңдауға келгендеріңізге рахмет. Тыңдауымыз жабық деп есептейміз. Сау болыңыздар.